шетте қайсар қыз барушы ед тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Біз атаңызға айналған Дубанмен кездесу үшін Шынылы қалаға аттандық. Сіз тек бассыз ба? Ол Кәрімнің сиқырын қайтару үшін өмір ағашын табуымыз керектігін айтты. Ал ол үшін көнеден келе жатқан ғажайып шамды табуымыз керек. Ғажайып шамды іздеп табыңдар. Бәрі соған байланысты. Алайда Кәрімге ең әуелі басқа ем қажет еді. Ғажайыптар шамы. Дәмдевіш ала кетті. Хош иісті, мұнда келіңдер. Балғын жемістер менде ғана. Шығыстан әкелінген маталар досы, мұнда кел, нан қарашы керемет. Өмір неткен тамаша. Маған бұлай тесірейіп қарағаныңды ғой. Дубан бізге ғажайып шамды тауып келіңдер деді. Рас, солай деді. Иә, түріңе бола қымсынып тұрғаныңды білем. Қаласаң бір өзім бара берейін. Көмегім қажет болар анық. Сенімен бірге барғаным дұрыс. Жоқ, Кәрім. Бүкіл қала сенің соңыңнан аңдып жүрер. Бұл өте қауіпті. Алайда мен... Ең дұрысы, бәрі қалыпқа келгенше көзге түспе. Ғажайып шамды өзім ақтабамын. Бір мәнісі болар. Ең болмаса неден бастау керегінде білмейсің ғой. Ол ең оңай бөлігі. Себебі оның әкесі сызған карта көмектеседі. Карта? Қандай карта? Харун Халидтің картасын айтам. Ол алтын қаланың астындағы үңгірде жатқан ғажайып шамды айна қатесіз көрсетеді. Міне солай. Карта деймісің? Ол қайда? Жақсылап ойлан. Жоқ, тоқта, ойланба. Осылай істесең, есіңе тесірек түсетін секілді. Картаны әкең саған берген. Тоқта, сонда ол саған берген жоқ па? Сенде жоқ па? Жоқ. Демек бәрін өзімнің атқарғаным дұрыс болады. Тада! Мұнда ештеңе жоқ қой. Шынымен де, мен ойлағандай пайдалы карта емес екен. Иә, расымен де әкем салған екен. Мұнда белгісі басылған. Көрдіңдер ме? Тоқтаңдар, мынаған қараңдар. Демек, картаның отбасылық алқаның көмегімен тек сен ғана пайдалана аласың. Мынау керемет қой, енді бәрі қолымнан келеді. Сенімен бірге барам. Абайсызда ұсталып қалсаң ше. Ал мен дәу әрі мықтымын. Сені қорғай Бос сөзді қайтесің. Мен кеттім. Қане алға, Жамал. Сау бол, сені сағынатып болам. Бір өзімнің қолымнан келеді. Солай ма, Жамал? Ол осы маңның бір жерінде болу керек еді. Мынау емес. Әлгі шамды әлі тапқадың ба? Ойлап қарасам, сені әлгі тәуіпті дұрыс түсінбеген секілдісің. Не болмаса, ол саған дұрыс мәлімет бермек. Себебі оның басы дұрыс ойлай алмайды. Саған осы мен 8-ші рет айтқанымдай, шам бұл жерде жоқ. Алайда қандайда бір картаның немесе құпияның бары анық.
сол ғана мақсатыма жеткізер еді. О, шыбыным, бай баламға салғаның не? Одан да қасыма отырып, менімен бірге мына шербеттен жесеңші. Жоқ, ұзаққа созуға болмайды. Себебі Шахризада шамды іздеп жүр. Егер шамды бірінші болып мен тапсам, оны да құбыжықты да қолыма түсіретін болам. Шығыстан әкелінген маталар келіңіздер. Алыңыздар, арзан сатам. Шығыстар сатам. Ош естуден беріңіздер. Балғын жемістерді менің алыңдар. Келіңіздер. Кешірім сұраймын. Кешіріңіз, бұлай өткетсем бола ма? Жолдан бұлай тұр. Кешірім өтінем. Бір ай бойы қарным ашпайтын болды. Мен... Алқам. О, жоқ. Жоқ. Кәрім, расымен сенің де келуің керек еді. Айда көк, оған қоса, сен де көк. Мына заттардың бәрін қалтама кім салып қойған? Шамасы қылмыскер біреудің бары рас. Оны ұстауға көмектесуге дайынмын. Қалтасын түгел қақтың ба? Мына жігітті ұрылардың ұрысы деген сияқты едің. Бұл баугеспені аңдығаныма бірнеше апта болды. Ол адамдарды ақымақ еткеннен ләззат алады. Олай емес. Бәлкім көмегім тиіп қалар. Бәрі түсінікті. Оның басын шабыңдар. Не? Ұрылар бастарының кесілгенін көтере алмайды. Ұлы мәртебелім, ол кішкентай бала ғой. Одан да әскерлер қатарын алайық. Сонда ғана жақсы адам болып шығады. Дәуаға дұрыс айтады. Әскер қатарына ма? Басы жоқ баланы ма? Олай болар ма екен? Кешір балақай. Жоқ, тоқтатыңызшы. Тоқта! Мынаны қайдан алдың? Ол анамнан қалған жалғыз көз. Анамның анасыныкі. Ал әжем болса, анасынан... Ол өз... Мынау Харун Халидтің белгісі емес пе? Харун Халид пе? Қыз осында. Оның Шамға келген анық. Енді қайттек. Ал саған келетін болсақ, ұры неме? Шыныңды айтшы, басыңның өз орнында қалғанын қалар ма едің? Аман қалдырсаңыз арманым болмасы. Ендеше оп-оңай тапсырманы орындауың керек. Құлағым сізде, ханым. Мынан алған адамыңа қайтарып бересің. Сөйтіп, оның не іздеп жүргенін аңдайтын боласың. Ол Шам, бәледей жабысқан Шам. Шаммен қызды маған әкелсең ғана, сол кезде сенің бүкіл қылмысқа толы өміріңді тап-таза етем. Рас па? Сөз берем, ұмытып барам. Сені босатамын. Одан арғы өміріңде де дәл осылай жүре аласың. Ұрлық жасауыңа рұқсат. Келістік. Оны босат. Бұдан бұлай оған кедергі келтіруші болма. Оны жай ғана жібере саласың ба? Қарауылсыз ба? Оны мен бірге қарауыл барат деп айтпап едім саған. Міне мынау, қала астындағы үңгір. Қорқатында неге жоқ, солай ғой. Білем, бірақ Кәрімге Шамсыз бара алмайтынымды түсінесің ғой. Бәрі мен ойлағаннан да жеңіл болар еді. Қазір әлгі...
осыдан әлгүрі қолыма түссін. Ұры қолыңа түссе қайтпексің, а? Білгім келіп тұрғаны. Бұлай жасар едім. Алқамды өзіме қайтар. Жақсы, міне. Мына белгіні көзім шалған соң есіне қайтарғаным дұрыс деп ойладым. Сиқырмен байланысқым келмейді. Өзің Харун Халидтің қызысың ба кімсің? Енді қараңды батыр. Сондағы айтқан алғысың осы ма? Ол жаққа бармайтын шығарсың. Менде жұмысың болмасын, ұры. Одан да мені Аладдин де. Ол жаққа бармағаның дұрыс. Себебі үңгір құлайын деп тұр. Солай ма? Мен онда кірудің басқа жолын білем. Сондықтан сөзіме құлақ салғаның жөн. Алайда мені тыңдап қайтесің, ұры емеспін бе? Саған не керек өзі? Жаңағы геометриялық тас картаңда көрсетілген. Саған көмектесейін, ақысына тапқан дүниемізді теңдей білеміз. Маған керегі бір ғана зат. Ал қалған тапқанымыз сенікі. Тіптен жақсы. Біраз жүріп қайт, Жамал. Бірақ мынаны естіген сәтте келде, мені алып кет, жарай ма? Түсінікті ме? Сонымен, сен бұл жерді қайдан білесің? Әлде тонап бедің? Аладдин? Аладдин! Артық заттардан тазарттым. Соның арқасында біраз тиын таптым. Әрине. Иә, оған қоса 1-2 жылдай осы жерде паналағам. Осында ма? Бұл жер мазар ғой. Мен жетіммін, жататын жер керек болды. Бұл жер жаман емес, көршілерім де тыныш. Кешір, жаман ойым болған жоқ. Біз қайдамыз? Үңгірге жақындайық дедік бе? Иә, солай сияқты. Солай сияқты? Адасып кеттік бе? Қайдағын айтпашы, қайда келе жатқанымызды жақсы білем. Мен тек мына өткелдің және ана өткелдің қайда баратынын есіме түсіре алмай тұрмын. Жақсы, демек адасып кеттік. Меніңше келген сияқтымыз. Бізге қажет темір қақпа, әне. Иә, айттым ғой табалам деп. Сақ бол, бұл өлім қылқандары. Өлім? Жүрсеңші. Аладдин, қатып қал. Өлім қылқандарынан сақ бол. Мұнда осылай жазылыпты. Жақсы. Білмеймін. Картада нақты ештеңе көрсетілмеген. Кешір, Саид. Бір қолыңды ала тұрсам бола ма? Мәссаған. Міне, енді қорықпасақ та болады. Мәселе шешілді. Негізінде бәрі сен ойлағандай оңай нәрсе емес. Қара түнектегі түскас. Мен қараңғыны ұнатпаймын. Есесіне түскасымыз дәмді болайын деп тұр. Бұл бізге құрылған тұзақ деп ойлаймын. Мұнда бір құпияның бар анық. Иә, қолымнан келеді. Әкемнің қандайда бір жазба қалдырғаны анық. Аладдин, бұлай болмай. Болатын сияқты. Мынауың керемет екен. Бірақ неге тоқтап қалдың? Көмектесші. Жақсы. Сен тек саспа. Бір жол болу тиіс. Ұзаққа шыдай алмаймын. Бол.
Әне, ана бас сүйекті көріп тұрсың ба? Соның көзіне саусақтарыңды тық. Шын айтып тұрсың ба? Болсаңшы. Иә. Әй, көмегіңе рахмет. Саған қарыздармын. Жүр, ақыры таптық. Осы де. Оған керек шам осы. Кімге керек? Менің анамды айтам, оған осындай шамдар ұнайды. Сені жетім деп ойлап жүрсем? Оның рас. Иә, айтпақшы. Маған бір ғана зат керек деп айтқам. Ол зат, әне. Кешір, сенің алатын ештеңең жоқ сияқты. Уәде, солай ма? Бұл шамның маған қаншалықты қымбат екенін білсең ғой. Тоқта, Не болды? бағандарға қара. Жоғарғы жақ шетін көріп тұрмысың? Салмақ азайған сәтте қозғалатындай жасап қой. Сонда шамды алсақ не болады? Ешкім жанға жайлы өлім сыйлайтын тұзақ құрмайды. О, әне. Ұрысың ғой. Мынаның салмағы шамдыкімен бірдей шығар. Көрші. Солай сияқты. Жақсы. Шамды маған бер. Қашуымыз керек. Аяғымды қолыма қойып жоғар секір. Аладдин, тездет. Бұлай шыға алмайсың. Менің қолымнан бәрі келеді. Шамды маған лақтыр. Аладдин. 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 Айттым ғой қолымнан келеді деп. Біріксек жақсы топ болады екен біз. Сен және Иә, мен. өзің жаман жігіт емес екенсің. Ұрыға ұқсамайсың. Тыңда, мына жерден кетуіміз керек, тезірек. Не үшін? Айта алмаймын, тек маған сенсең бол, жарай ма? Достарың ба? Көптен күткенім қолыма түсті ау ақыры. Сен боссың. Қызметің үшін көп рахмет. Иә, жақсы, сізге көп рахмет. Сенен соңғы рет сұраймын. Қане айт, ол қайда деймін? Кім туралы айтып тұрғаныңды түсінсем бермасын. Ендеше есіңе түсірейін. Өзі табақтай көк түсті, ал өзің оған көмектесіп әлексің. Ұстап бер деймісің? Мен достарымды сатпаймын. Олар өмір сүруіме тағы бір мүмкіндік берді. Басқа малым болма. Сен әлі осындамысың? Иә, кешіріңіз, сізді байқамай қалдым. Ебедейсіз неме? Кінәлімін. Кейде аяқтарымның тыңдамай кететіні бар. Мені жек көргенің жаныма батады. Алайда ештеңе етпес. Сені кешірдім. Маған мүмкіндік бергеніңіз үшін рахмет, Дүниезада. Не? Ол менің қанжарымды ұрлап алды. Ұстаңдар! Сау болыңдар. Кетсе кете берсін. Шербет. Рахмет. Ура! Ұстаңдар! Дере ұстаңдар! Басын алыңдар! Қызды ұстаңдар! Жігіт кете
кетесің. Кездескенше. Мына жігіт жер бетімді ұрлап алды. Ұстаңдар жігітті. Қызды ұстаңдар. Жігітті ұстаңдар. Қызды ұстаңдар. Жігітті ұстаңдар. Қызды. Жігітті. Қызды. Оларды ұстаңдар. Ой, Ақымақтар, менен қашып құтыла алмайсыңдар. Осыдан бастарымды алмасам, менің басымды әлде қашан алам дегенсіңдер. Демек жоғалтатын ештеңем жоқ. шамды алмай кете алмаймын. Алаңдаудың қажеті жоқ. Сонда қалай? Айттым ғой, мен мықтымын. Шамды кері қайтарыңдар, ұстаңдар. Қарауыл, атуға дайындалыңдар. Енді не істейміз? Шынымды айтсам, олардан бұлай сытылып шығамыз деп ойламап едім. Атыңдар! Түйең шалама? Сені күшпай ма? Демек басқасын тапқаның жөн. Көмекшілерім! Ана жаққа, шам керек! Асымыз дайын. Дәмдасымыз қозғалмаңдар. Секір! Демек, ғажайып шам осы болды ғой. Сен ішінде не бар деп ойлайсың? Біреу ме, әлде зат па? Қойыңдаршы, біз тіпті мұның ғажайыбы жайлы ештеңе білмейміз. Алайда өте маңызды екені анық. Бізге сенің аман-сен оралғаныңнан маңызды ештеңе жоқ. Шынымды айтсам, бәрі Аладдиннің арқасында. Иә, әлгі сатып кеткенім үшін кешірім сұрайым. Ал сіз расымен де сұлтансыз ба? Дәл солай. Бауырыңыз жауыз адам екен, өкпелей көрмеңіз. Ештеңе етпейді. Қызметтеріңізге қашанда әзірмін. Көмек керек болса, бірден айтыңыздар. Расымен де дәмді шербет екен. Дәмі тіл үйретіп жейсіңдер ме? Соңғы кездер осындай жанға жайлы сәт бірінші рет болуда. Біздің келесі аялдамамыз өмір ағашын тауып ханзаданы емдеу. Өздеріңіз байқағандай, бәрі біз ойлағаннан әлде қайда күрделі болып шықты. Алайда бұл келесі күннің әңгімесі.